лағнет деген мағынасы Алланың рахметінен ұзақ болуды сұрау. Шариғатымызда бір хайуанға, немесе жансыз нәрсеге және адамға лағнет айтудан тыйым салған. Имран ибн Хусайннан жететін хадисте былай баяндайды. Біз пайғамбарымызбен бірге болған уақытта, сапарда жүрген уақытта ансарлық әйел түйенің үстінде еді. Түйесі қырсықтанып жүрмеді. Сонда сол әйел түйеге Алланың лағнеті болсын деп айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұған ашуланды. Былай деді: «Хузу ма алейха» дейді. «Ва а'рахуха». Түйенің үстіндегі заттарын бәрін алып қалды, түйені бос жібер дейді ойында. Өйткені оған Алланың лағнеті тиді дейді. Негізінде көбінесе әйелдер лағнет айтқыш болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда осыны айтады: «Ей әйелдер қауымы, садақа көп беріңдер, көбірек Алладан кешірім тілеңдер, өйткені мен тозақта әйелдерді көп көрдім» дейді. Не себепті әйелдер сол тозақта көбірек болады екен? Ғұламаларымыз айтады, ағайындар, хадисте айтылған көбінесе олар лағнет айтады дейді. Біреуге қарғыс айтады. Қарғыс та ол да лағнеттің бір түрі. Әйелдердің көпшілігі, Алла кешірсін оларды, хадисте айтады, күйеулері өмір бойы жақсылық жасаса, кейіннен бір қателігін көретін болса, сен маған мүлдем жақсылық жасамадың деп не істейді? Ұрсады. Күйеуінің жақсылығын жоққа шығарғандығы үшін және лағнет көп айтқандығы үшін тозақта көбірек болады дейді. Сол үшін бұндай жаман сипаттардан сақ болу керек. Және тағы да әйелдердің көпшілігі тозақта болады. Кейбір хадистерде былай айтады: өйткені әурет жерін жаппайды дейді. Киімі бар, бірақ әуреті барлығы көрініп тұр дейді. Ғұламалар үш себепті дейді, ағайындар. Бірінші, көп лағнет айтады. Екінші, күйеулеріне қарсы келеді. Үшінші, әурет жерін көбірек ашып жүреді дейді. Түсінді ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз көзімен көрген жәннатты және тозақты өз көзімен көрген, бауырлар. Көрген нәрсені бізге жеткізді ескерту үшін. Түсінді ма? Жаны ашығандықтан бұндай жаман сипаттардан аулақ болыңдар деген секілді. Түсінді ма? Алла Тағала әйелдерге жәннатқа кіру үшін жолдарын жеңілдетті дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны баяндады. Не деп айтты? Қандай бір әйел өз күйеуіне бойынсынатын болса, және әурет жерін жабатын болса, және 5 уақыт намаз тастамай, қалдырмай оқитын болса, және Рамадан айында ораза тұтса, және күйеуінің аманатын берік ұстанса, түсінді ма? Ona қалаған жәннаттың 8 есігіне кіреді дейді. Қалаған жәннаттың 8 есігіне кіреді. Бұл жеңілдік емес па? Алла Тағала оларға жеңілдік берген жоқ па? Дұрыс па? Жеңілдік берген. Керісінше жәннатқа кіру жолдарын жеңілдеткен.